Қайырлы күн достар, химия 9 сынып металдар мен қималар бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдаймыз. Оқу мақсаттары көрсетілген. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. Төменде берілген суреттердің қайсысында кристалл торы, металдық кристалл торы көрсетілген анықтаңыз. Металдық кристалл торының түйіндерінде металл катиондары болатын және олардың арасында теріс зарядты электрондар жүретінін білеміз. Сондықтан бұның жауабы А. Металдық кристалл тор А суретінде көрсетілген. Б тапсырмасы. Металдық кристалл торы бар зат қандай физикалық қасиеттерге ие болады дейді. Оларды айтатын болсақ, металдық кристалл торы бар заттарға металдық жылтыр қасиетін, жалпы агрегаттық күйі көбінесе қатты болуын, иілгіш, созылғыш қасиеттерді, сонымен қоса электр тоғын және жылу өткізу қасиеттерін береді. Екінші тапсырма. Сурет берілген. Суретте ұнтақтар металға артық мөлшердегі тұтқыш қолмен әсер еткен екен. Сол кезде бөлінген сутектің көлемін өлшеуге арналған құрылғы көрсетілген. Газды көлемін бөлме температурасының тығыздығында өлшенген дейді. Тәжірибе осы массада ұнтақтармен әртүрлі металдармен 3 рет қайталанған, таза магниймен, таза мырышпен және екеуінің қоспасымен. Сұрақ: қай металл ұнтағы реакция нәтижесінде сутек газының ең үлкен мөлшерін береді, ал қай металл ұнтағы ең кіші көлемін береді дейді. Бұл жерде енді әрекеттесіп тұрған металдар болғандықтан біз олардың белсенділігін салыстыратын болсақ, магний металлының белсенділігі жоғары, сондықтан ондағы реакция жылдам жүріп, сутек газының бөлінуі жылдам болады және ең жоғары көлемін береді. Ал мырыш магниймен салыстырғанда белсенділігі орташа металл болғандықтан, онымен реакция баяу жүріп, сутек газының ең кіші көлемін береді екен. Үшінші тапсырма. Мәлімет берілген суретке қатысты сұрақ: қола және жездің тарихи қоспаларының құрамын жазыңыз дейді. Қоланың құрамы, қоланың жалпы мыспен қалайдан тұратынын білеміз және оған қорғасын аз мөлшерде қосылады. Ал жездің құрамы ол мыс пен мырыштан тұратын қима. Таза металдардан қималардың ерекшеленетін қасиеттерін сипаттаңыз дейді. Ол енді таза металдарға қарағанда қималар қатты болады, берік болады, олар оңай балқиды аз температурада және жақсы құйылатын болады қалыптарға металға қарағанда. Және қазіргі уақытта жоғарыда көрсетілген тарихи қоспаларды, яғни қола мен жезді қолдану саласын көрсетіңіз дейді. Енді қола көбінесе әшекей бұйым, мүсіндер құюда қолданылатын болса, жез құбырлар, брондылар, музыкалық аспаптар жасауда қолданылатын болады. Келесі: шойын мен темірдің көміртекпен қимасы жақсы құйылатын қасиетке ие және темірге қарағанда біршама қатты. Қималар таза металдарға қарағанда көбірек қолданылуының себебіне екі мысал келтіріңіз. Ол таза металдарға қарағанда қималар қатты және берік болуы және қималар коррозияға және қышқыл сілкілердің әсеріне металға қарағанда төзімдірек болуын айтуға болады. Келесі тапсырма: шойын мен болат көміртектің қималары, олардың құрамын жазыңыз дейді. Шойын деген енді темір мен көміртектен тұрады және шойынның құрамында көміртек көбірек болады, сондықтан 2%-дан жоғары көміртек болады. Ал болаттың құрамында осы темір мен көміртектен тұрады, бірақ көміртектің мөлшері шойынға қарағанда аз, 2%-ға дейінгі процентте болады. Келесі тапсырма: кестеге темір және шойын және болаттың негізгі тұжырымдамасы келтірілген. Берілген тұжырымдаманы сәйкестендіріңіз дейді. Яғни А, Б, С берілген мәліметтер қайсы шойынға, қайсы болатқа шектеуіміз керек. Көміртегі мөлшері 2,14-тен кем емес дейді, яғни 2%-дан жоғары болып тұр, ол шойынның құрамында жаңа айтылғандай. Көміртектің мөлшері 0,02-ден 2-ге дейін дейді. Көміртектің мөлшері азырақ, ол болаттың құрамында. Ароматизатор машина бөлшектерін жасау үшін берік болу керек, сондықтан С болатқа кетеді және көркем сәулет құю саласында қолданылатын ол шойынға. А-ды және П-сы. Келесі тапсырма: П заты сұйылтылған тұтқыш қолмен әрекеттесу нәтижесінде газ түзілді. Бұл газ бу мөлшерін азайтады. Яғни мына П заты сұйылтылған тұтқыш қолмен әрекеттесті дейді. Мына жерде енді мыс әрекеттеспейді. Қорғасын сынақ дейді, магний мырыш мыс дейді. Және осы әрекеттескен кезде бөлінген газ Q затымен әрекеттеседі және оның мөлшерін азайтады дейді. Енді мына жерде сәйкестендіріп қарау керек болатын болса, онда П және Q заттарын табу үшін мына нұсқа сәйкес келу керек. Егер де мырышты біз тұтқыш қолмен әрекеттестіретін болсақ, H-хлормен мырыш хлориді және сутек газ бөлінеді. Екі қойып теңестіреміз. Сонда бөлінген газымыз сутек газы, яғни мырышты алатын болсақ егерде, және осы сутек газы Q-дың мынаның мөлшерін азайтады дейді. Ол мыс оксиді болуы мүмкін. Егерде біз мыс оксидіне H етіні қосып тотықсандыратын болсақ, мыс бөлініп шығады және су түзіледі. Мынаның мөлшері сәйкесінше азаяды. Сол кезде бізде П затымыз ол мырыш болуы мүмкін және Q заты мыс эквивалентті оксиді. Келесі тапсырма: құрамында 8% қоспасы бар 24 грамм металл оксидінен алынған Q металлының массын есептеңіз дейді. Енді бұл жерде қоспаға берілген есеп екен. Жалпы бізде мынаны кеңдейтін болсақ, қандай да бір мына жерде металлдың эквивалентті екенін байқаймыз. Металл эквивалентті екенін байқап тұрмыз. Сондықтан бұны темір оксид деп алайық.
темір эквивалентті оксидінің тені дейік. Және оның массасы, общий массасы 24 екен. Және оның 8% қоспа екен. 8% қоспа болса, демек 92% таза болып тұр ғой. Таза. Так, сонда бізде металл алу үшін одан темір оксидін, мысалы көміртекпен тотықсыздандыратын болсақ, темірдің өзін аламыз және иіс газы бөлінеді десек, 8% қоспасы бар, яғни 92% тазасын тауып алуымыз керек массаның. Ең бірінші біз М тазаны тауып аламыз. Так, ол дегеніміз біздің 24 көбейтілген тазаның пайызы 92 бөлінген 100% бар мына жерде. Так, сол кезде біз 24-ті 92-ге көбейтетін болсақ, 24 көбейтілген 92 және оны бөлеміз 100-ге, сонда 22-де 0,8 грамм таза зат болады. Оныңнан үстіне жазайық 22-де 0,8 грамм деп. Және алынған металдың масын табыңыз дейді, X грамм. Темірдің асты 56 грамм, және мына жерде 56-ға 16-ны қосамыз, 72 грамм. Так, сонда бізде пропорциямыз былай шықты, 22-де 8, 0,8 бөлінген 72 тең болады X бөлінген 56. Так, осыдан X-ті табатын болсақ, яғни X дегеніміз ол біздің металдың массасы. Масса металл тең болады. Так, 22-де 0,8 көбейтілген 56 бөлінген 72 тең болады. Так, 22-де 0,8-ді 56-ға көбейтіп, бөлеміз 72-ге. Так, 17,17 грамм болады екен. Сонда жауабы 17,17 грамм. Мына жерде біз эквивалентті болғасын темір оксидін алдық. Так, мінекей достар, осы тапсырмалардың барлығына дискриптор бойынша 16 балл берілген екен. Назарларыңызға рахмет. Мен сізге БЖВ-дан сәттілік тілеймін.